Бұл менің жаңа арнам. Тағы да айта кетейін, жаңа арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сумру, бұл жерде жалғыз өзің тұрғаның өте қауіпті. Біз сені алып кетеміз. Біз дейсің бе? Иә, біз. Нух және Мелик енді менің қолымда. Менімен бірге өмір сүріп жатыр. Олар қарсы емес. Сонда екен, бізбен жүр. Нух балам, анаңның заттарын алып кел, ұмытпа. Қош келдіңіз, Сумру ханым. Төрлетіңіз. Сумру, бұл біздің кішкентай ғана үйіміз. Жайғасып ал, жақсы ма? Нух балам. Қайырлы таң, Сумру. Біздің үйімізде жақсы ұйықтадың деп ойлаймын. Шынымды айтсам, мен түні бойы ұйықтамадым. Ұйықтай алмадым. Сумру, не болды? Саған біздің үйіміз ұнаған жоқ па? Жоқ, олай емес. Менің өткен өмірім ұйықтатпады. Нухты, Мелекті ойлап ұйықтай алмадым. Мен жас қыз едім. Ауылда мұғалім едім. Нух пен Мелектің әкесіне қоңырау соқтым. Мен енді ұмыт дедім. Әкем сенімен кездесуіме қарсы болып жатыр. Мен ұмыт дедім. Содан кейін ол тұтқаны қойып қойды. Сол күні кешкісін есігімді бұзып кірді. Сенімен бірге болу үшін бәріне дайынмын деп айтты. Мен кет дедім. Әкем мен ағам келе жатыр. Олардың көзіне түспе дедім. Ол маған күш көрсете бастады. Мен ұра бастады. Сумру, егер ауыр болса, маған айтпасаң болады, керек емес. Айтпасам жүрегім ауырады. Айтып бәрін шығарғым келеді. Содан кейін менің қалауымсыз ол маған күш көрсетіп, мені зорлады. Көзіме тек қана қайшы көрінді. Оны суғып алам ба деп ойладым. Бірақ қорықтым. Менің өмірім бітті. Не болса о болсын дедім. Сол күні мен үшін өмір бітті. Бірақ қазір өкінбеймін. Өйткені менің Нух пен Мелигім бар, балаларым бар. Оларға жақсы ана бола алмадым. Олар мені кешіреді ме жоқ па, оны да білмеймін. Бұл шындықты мен өзіммен бірге алып кетемін. Мәңгі бақи. Балаларым бақытты болса болды. Оларға бұл шындықты ешқашан айта көрме. Жарай ма?
Енді қызыңды күтіп алуға барамыз. Жүр, Мелекті шығаруымыз керек. Қызым аман болсын. Балаларым аман болсын. Бәрі жақсы болады, маған сен. Жақсы ма? Анашым, жылама. Анашым. Анашым деген сөз мен үшін жаңа сөз. Мен бұл сөзді ешқашан айтпағанмын. Енді күнде айтатын боламын. Анашым, сені тапқанымнан қуаныштымын. Анашым, енді қайғыру жоқ. Әрқашан бірге боламыз, жақсы ма? Анашым ай, біз үшін көп қиналдың. Қызым, мені қоя бер. Сендер аман болсаңдар болды. Керісінше, сендер мен үшін көп қиналдыңдар. Мені кешіріңдер. Анашым, бәрі жақсы. Ал енді көлікке отырыңдар. Үйге барамыз. Нұх, апам, ол да бізбен бірге бара ма? Иә, Мелек, енді апамыз да біздің командамызда. Бізбен бірге. Шын айтасың ба? Шын айтамыз, қызым. Енді бәріміз бірге өмір сүретін боламыз. Қырық бесінші бөлімнің соңы.
жалғасын жіберіп алмау үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.